заттарды сатып алудан ерінбейді екен. Hayatım zorlak gitti. Özü ebedimi tarlalatırdı. Hayatım zorlak gitti. Mınalı kızık ekin. Ey, şu tatlı көріп қойды. Енді сөз болады. О, сонда бәлеге нағыз қаламыз. Ертең атты таудағы алыс жайылымға айдап сал. Айқай шу басылғанша көзге түспесін. Сонша жұғартқаның не? Сен сөйлей аласың ба? Мені бекер ұрлап алдың. Маған бәрібір. Мен бәрін ұрлаймын. Сен кімді ұрлап жүргеніңді өзің білемісің? Мен құбыжық. Тұлпармын. Бүгін түнде құбыжыққа айналып, жаныңды алсам, не істейсің? Ей мақұлық, кімді қорқытайын дедің? Қазір арқаңнан сенің. Ал. Не үндемейсің? Сөйлесекті. Әлде қамшыма өкпірек қалдың ба? Қай, жай қалжыңдағаным ғой. Сөйлемейін десең өзің біл. Ал мен жаттым. Қара, қамшым жанымда. Ойбай, астағыралла. Ей, қамшымен қорқытамын деп едің ғой. Жоқ. Қамшыңнан өзің дәм татасың. Аяша, ұрлықты қоясың ба? Басқа еш нәрсе қолымнан келмейді ғой. Онда биік таудың төбесіне шығып, ұрлықты тастамағаныңша 3 жыл бойы сонда отырасың. Adamın 2 түрі болады. Біреулерге ат керек, ал басқа біреулер тауда отырғанды қажетсінеді. Ал жақсы.